Бәріңізге ассалаумағалейкум. Армения мен Әзербайжан арасында тағы атыс. Армения тарапы арандатуды қояр емес. Әзербайжанның 50-ге жуық әскерилерін өлтіріп, өздері екі оттың ортасында қалған армяндар туралы не дейміз? Ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымынан оларға көмек көрсете ме? Майдан даласында 80 мыңға жуық әскері қырылып қалған Ресейдің жайы қандай болмақ? Бұл туралы шұғыл ақпараттарды сізге көрген дұрыс. Патша көңілді көрермендер, бар болғаны 15 секундыңызды қиып, видеомызға лайктарды аямай басып, арнаға тіркеліп, қасында шыққан кішкентай ғана қоңыраушаны түртегізіңіздерші. Және поделиться тетігі арқылы барлық әлеуметтік желілерге таратып отырыңыздар. Сіздердің бізге көрсеткен қолдауларыңыз зор шабыт пен еңбегіміздің жемісі болып табылмақ. Кеттік ендеше. 12 қыркүйек күні Армения Дашкесан, Келбажар, Лашын аудандарында диверсиялық әрекеттерге көшіп, шекараны бұзған. Тыйым салынған аймаққа миналау жұмыстарын жүргізген. Армения әскері өткелдермен жолдарды миналап, келісімді өрескел бұзған. Әзербайжан әскері арандату әрекеттерін тоқтатуға шақырған сәтте Армения оқ жаудырған. Осылайша екі ел арасында атыс қимылдары басталып кетті. Арменияның әскери нысандарына Әзербайжан соққы жасап, арандату әрекеттерін тоқтатуға тырысты. Қарымта соққы жасауға дрондар, зымыран кешендері мен артиллерия қолданылды. Армения 2С-300 зымыран кешені жойылған мойындады. Пашинян арандатуға барып, артынша өзі жан ұшыра көмек сұрады. Ол ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымына жүгінген. Сонымен қатар Біріккен Ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесіне ресми сұрау салған. Қазірге Пашинянның үндеуіне халықаралық ұйымдар үн қатпады. Түркия бұл қақтығыста Бакуды қолдаса, ресми Мәскеу ашық пікір айтудан бойын аулақ ұстауда. Ал ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымы ше? Ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымы да ресми мәлімдеме жасады. Армения мен Әзербайжан арасында қандайда бір қарулы қақтығыс болған дұрыс емес. Мәселені саяси дипломатиялық жолмен шешуге шақырамыз дейді. Осылайша Армения арандатамын деп оттың ортасында өзі қалғандай. 50 әзербайжандық жауынгер, 8 шекарашы және қарулы күштердің 42 әскери қызметкері Армения мен шекарада қатыста қаза болды деп хабарлады Әзербайжан қорғаныс министрлігі. Мұның алдында Армения премьер-министрі Никол Пашинян Әзербайжан мен шекарада қатысты армян жағынан кем дегенде 49 адам мерт болғанын мәлімдеген. Өкінішке орай қара тізім әлі толық емес деген Пашинян. 13 қыркүйекке қараған түні Армения мен Әзербайжан шекарасындағы жағдай ушығып кетті. Армения қорғаныс министрлігі шекара маңындағы Сотк, Варденис, Горис, Капан, Артаниш және Ишнахасар қалаларын Әзербайжан жағы атқылады деп мәлімдеді. Әзербайжан әскері қашықтан басқарылатын ұшу аппараттары мен минометтер пайдаланды. Азаматтық нысандарға соққы жасалды деп хабарланды. Ресейдің қазір Арменияға жәрдем бере алатындай шамасы жоқ. Өз қара қайғысымен өзі болып жүр. Қазірдің өзінде солтүстіктегі көршіміздің 80 мыңға жуық әскері қырылып қалды делінген ақпарлар келіп жатыр. Марат Тоқашбаев ағамыз оны былайша топшылады. Украинада не болып жатыр? Күнде таңертең осы сұрақпен оянамыз. Осы сұрақпен кешке басымыз жастыққа тиеді. Бала-шағамыздың әңгімесі де осы төңіректе. Украинаның орыс қимылдары болып жатқан оңтүстік шығыс жақтарының жағрапиясынан да біршама біліп қалдық. Батько наш Бандера, Украина мать деп басталатын Украина өндері де құлағымызға майдай жағатын болды. Өйткені бауырлас Украинада Қазақстанның тәуелсіздік тағдыры да шешіліп жатыр. 24 ақпаннан бергі әскери қимылдар сипаты көз алдымызда. Украина халқы мен Украин қарулы күштерінің қаһармандық күресі ересен құрмет сезімін оятса, агрессор Ресей мемлекетінің спецоперация сылтауымен жасап жатқан опасыз әрекеттері ашу-ызамызды еселей түседі. Соғыс болған соң өлім жітімсіз болмайды демекші, екі жақтың да адам шығындары аз емес. Басқыншы жақ әдетте өз шығындарын еселеп кемітіп, азайтып көрсетеді. Путин өткенде екі жақтың әскери шығындары 5 мыңға жетіп қалды деп күлбілтелейді. Кеше интернет әлемінен біздің қолымызға эстониялық Свободная Украина ұйымының түпнұсқасы МТУ-ВБ Украинаның Twitter парақшасында жарияланған құпия құжаттары түсті. Осы құжатта Алтай соғыста 2022 жылғы 24 тамыздағы жағдай бойынша Ресей армиясының 48759 әскери қызметшісі қаза тапты деп көрсетілген. Ресей Федерациясы үкіметінің 1998 жылғы 27 шілдедегі нөмірі 855 қаулысына сәйкес қаза тапқан әр әскери қызметшінің отбасына бір жолға
7,4 миллион рубль. Бұл біздіңше бүгінгі курс бойынша 57,7 миллион теңге. Өтемақы төлеу көзделген. Осы мақсатта бәрін қосқанда федералдық бюджеттен 362 миллиард рубль төленуге тиісті екендігі көрсетілген. Бір қызығы ары қарай есеп қисаптың қайлап жүргізу үшін Украинадағы арнайы операция кезінде әр айда қаза табатын ресейлік әскерилердің орташа көрсеткіші шығарылып, ол 8132 солдат пен офицер болып белгіленді. Мұндай орасан шығындарды Ресей тарапы қолдан келгенше жасырып бағатыны айдан анық. Оңтүстік батыста Днепрдің сағасынан солтүстік шығыстағы Луганск мен Донецк облыстарына дейін ұзындығы 2400 шақырымды алып жатқан майдан шебінде қыркүйектің басында позициялық ұрыс сипаты басым болып көрінген. Соңғы аптада Украина қарулы күштерінің Харков пен Херсон облыстарына жайдың оғындай қарсы шабуылы орыстарды есінен тандырды. Украина әскері алдын ала ойластырылған батыл қарсы шабуылға шығып 300-ден астам елді мекенін жаудан азат етті. Қарсыластарын облыс аумағында Ресей шекарасына шегеріп тастады. Ресейдің әскери шығындары туралы басқа дерек көздері не дейді? Украина қарулы күштері бас штабының хабарлауынша Украинаға қарсы кең көлемді соғыс барысында Ресейдің әскери адам шығындары 50 мыңнан асқан. Дәлірек айтқанда 6 қыркүйекке дейін 50.150 солдаты мен офицерінен айырылған. Батыстық әскери сарапшылар Донбастағы басқыншылық басталғалы бері өлгені бар, жараланғаны бар, 80 мыңнан астам ресейлік әскерилер мен сепаратистер қатардан шығарылды деп есептейді. Ресей тарапы қазір 18-ге толған жастарды, түрмеде жатқан қылмыскерлерді, ақша үшін қолына қару алған 45-50 жастағы еріктілерді 2-3 апта оқу жаттығудан өткізіп, соғысқа аттандырып жатыр. Тәжірибесіз солдат сымақтары болса зеңбіректің жемін айналуда. Соғыстағы басты бетбұрыс енді Луганск мен Донбасс үшін шайқастарда жасалады деп күтілуде. Майдан даласынан жағымды жаңалықтар күтеміз. Сіз үшін көрген дұрыс.